Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі менің YouTube арнамда бір жаңа бір проект десек те болады. Себебі бұрын соңды бұндай дүниелер болмаған. Подкаст еліміздегі белгілі жазушы, ағартушы, психолог кісі, жалпы Санжар Керімбай ағамызбен өзім жеке сұхбат алғым келді. Бұл кісіні біраздарыңыз білулеріңіз мүмкін, өйткені кезінде Қазақстан ұлттық телеарнасында түрлі тележобаларды жүргізген. Ең бір танымалы белгісі, жастар арасында белгілісі ол Алтын Сақа жобасы, яғни кішкентай балалар қатысады, студенттер қатысқан, үлкендер қатысқан, енді нағыз қазақи ойында жүргізуші болған. Қазіргі таңда бұл кісі ағартушылықпен, кітап жазумен айналысып жүрген. Өзбекәлі Жәнібеков Мәдени Майдан атты жалпы кітабының авторы, Бейсен және болмыс кітабының авторы. Сосын отбасы хрестоматиясы үлкен жобасы бар ғой, Санжар аға? Сол жобаның да авторы. Рахмет Санжар аға, бірден келіскеніңізге, ниетіңізге. Өзіме қатты бір қуанып отырмын, кеше ол түсірейік деген сөзіңізге. Санжар аға, енді бізде жеке басқа кетпеймін, жеке өміріңіз туралы, неңіз туралы сұрамаймын. Мен негізгі қазіргі жастар арасында болып жатқан ең үлкен проблемаларды ашып айтып, солардың жолын шешкім келеді. Енді қазір қазақ қоғамындағы жастарда үлкен проблемалар өте көп. Оның ішінде жаңа есірткі, лудомания, ажырасулар, қарыздау, жастар өздерін таба алмау, мамандық таңдай алмау, шет жаққа кетіп қалу деген үлкен проблемалар бар. Соларды мен енді өзім аса қатты білімде жетпейтін жері ондай зерттеуге, бірақ енді сіз арқылы ақылыңызды біліп естігіміз келеді. Жақын күндері осы 2 айдың жүзі болды, мен құмар ойындарға салынып кеткен жігіттер туралы зерттей бастадым. Реп-центрге барып видео түсірдім, реп-центрде емделіп жатқан балалармен де сөйлестім. И Қазақстанда ойлап қараңызшы, 36 мыңға жуық жас жігіттер отандасымыз официально былай ресми тіркелген ауру адам деп, лудоман деп. Ал бейресми мәлімет бойынша ол 2 миллионнан да асып кетеді. 2 миллионнан да. Енді жастардың бірден осы құмар ойынға салынып кетуі неден деп ойлайсыз? Бір ой. Оны менің ойлауыма қатысы жоқ, оның енді онымен айналысатын арнайы логотерапия деген ғылым, сол мән терапиясы деген ғылымның саласы, сонымен айналысады ғой өзі. Осыны өзіне бір приоритет қылып алып алған. Бұл енді өзі 20-шы ғасырдың басында адамдар жаппай ғылымға табынған кезінде бірінші көрініс береді. Бұл енді scientificism деп аталады. Scientificism кейде synthetism деп айта береді. Science деген сөз ғылым ғой енді ағылшынша. Соған енді табыну деген сөз. Яғни мен егер бір ғылымды терең меңгеріп алсам, мынандай нақты ғылымдардың бір физика, математика игеріп алсам, болды, маған ешқандай қауіп қатер жоқ. Мен осы ғылымның күшіменен бүкіл дүниені аударып, төңкеріп, қопарып, керек құмарлығымды, ләззатымды бәрін алып кете берем деген көзқарастан шыққан. Сөйттағына бұлар енді 19-шы ғасырдың аяғында, жалпы 19-шы ғасырды жаңағыдай асқақтаған көңілдің ғасыры деп айтады. Ал 20-шы ғасырды ғылымнан көңілдің қалған ғасыры деп айтады. Олай болатын себебі 19-шы ғасырдың екінші жартысында ғылым пайда болып, дүниені өзгертпей ме, енді жаңағы паровоз шығады, темір жол салынып жатыр, самолет шығып жатыр деген сияқты. Телеграф, телефон пайда болады. Сол кезде дін деп шіркеу бізді өмір бақи ақымақ келген екен. Бүкіл ақиқат шындықтың бәрі ғылымның ішінде жатыр екен, кеттік ғылымға дейді, бәрі рухани жолдарынан теріс айналып түскен кезінде, ғылымға қатты бойлаған кезінде адамның бір қыры дамымай қалады. Сол адамның дамымай қалған бір қырын трансценденттік қыры деп айтады. Яғни адамның мәңгілік болмыспен, біз енді ауызекі тілде қазақша құдаймен деп айта берсем болады. Болмаса егер дінге қатты тереңдесең, адамның Алламен байланысатын бір дәлізі бітелді деп айтады. Сол қараусыз қалғаннан кейін ол енді адамның көкірегінде бір бос қуыс, хикмет кеудесі дейді. Енді оны экзистенциялық вакуум деп ат береді. Ол енді экзистенциялық вакуум деп ат бергеннен кейін адамның былай қарапсаң тұрмыс тіршілігі біраз жерге дейін жақсы дамиды. Ол сол ғылымның күшті мамандық меңгеріп алғаннан кейін соның күшімен ақша табады. Көп нәрсенің басқа адамдарға көрінбейтін, байқалмайтын ақша табатын тетіктер мен тесіктердің бәрі оған көрініп тұрады мысалға. Мен жерден ақша істеп жүруге болады, мен жерден бүйтіп жүруге болады деген сияқты жолдардың бәрін біліп тұрады. Сондықтан егер өзің байқасаң, жаңағы пәленбай миллионға қарызға кіріп кетті деп жатсың ғой. Сол қарызға кіріп кеткен балалардың бәрі ақымақтығынан, надандығынан, бұландай бір есеп-қисаптан хабары жоқ болғандығынан кірмейді. Керісінше есеп-қисапқа жүйрік болғанның кесірінен кіреді олар. Себебі ойынның ішіндегі тәртіптердің бәрін, жаңағы алгоритмдердің бәрін меңгеріп үйреніп тұрады. Сондықтан қуыс кеуде адамға ғылым үйрету қауіпті деп айтылады. Енді бұны Әл-Фарабидің тілімен айтсаң, тәрбиесіз берілген білім өте қауіпті деген әңгіме қайтып келеді ғой. Енді біздегілердің бұлай болатын себебі, бізде Қазақстанда да тәуелсіздік алғаннан кейін енді шетелдерде оқуға мүмкіндік ашылды, неше түрлі жекеменшік мектептер ашылды, жаңағыдай
ағылшын тілін қосып оқытамын, математика қосып оқытамын, физика қосып оқытамын дейтін мектептер қаптамай ма енді? Иә. Сол кезде біздің жаңа қазақтар деп айтамыз енді бұларды. Тәуелсіз Қазақстанда пайда болған еркіндікке, шексіз еркіндікке ие болған қазақтар, бұлардың бәрі қазақша тәрбиенің енді ешқандай да мәні жоқ. Қазақша тәрбиенің бәрі бізді кері тартады, бұлар бізді орынсыз ұялшақ қылады. Қазақша тәрбиенің бәрі ғылымға жол жабады. Сондықтан біз баламызды бірден орыс мектебіне береміз, болмаса бірден ағылшын мектебіне береміз, болмаса семьяға жатқызып оқыту деген болады. 10 жасар, 12 жасар балдарын Англияға, Америкаға, 3 айға, 4 айға бір семьяға жібереді, сол жақта ақшасын төлейді, жатып келеді деген сияқты. Осылайша бұлардың бәрі мына Құдаймен байланысатын өзінің трансцендентті дәліздерінің бәрін бітеп тастады. Оның орнына жаңағыдай дүние табуды қатыратын ғылымды жап-жақсы берден добалыне керек. Соның кесірінен өсе келе енді өз адамның бейсанасын қалыптасатын өзі 80-90% 6 жасқа дейін деп ғылымда айтылады, бейсананың, түпсананың қалыптасуы деген. Ал енді біздің көріп жүргеніміз бойынша 15 жасар бала негізі кәрі болып есептеледі. 15 жасар бала, оның тамыры жуандап кеткен үлкен ағаш сияқты, ол сенің тәрбиеңді қыстырмайды да, ол сенің мораліңді жүретіңді айтып мысалға, күледі саған, мазақтап мысалға. Сондықтан бұл жаңағы қаптап ауруларын шығып кетті деп атқан себебім қазақшаға салсаң, ол қуыс кеудеден шығады. Сондықтан да біз биыл осы 2020, биыл емес былтыр болып кетті, 2023 жылдың мамыр айында қолға алып қуыс кеуде деген кітапты жаздық. Ол кітаптың жазылуына себепкер болып отырған, ол Лондонда шыққан Питер Уотсонның The Age of Nothing дейді, яғни қуыс кеуде дәуірі деген кітап жазады. Соның ішінде жазады, барлық ғылымның өнерінің неше түрлерін меңгеріп алдық, біздің Европаның халқы өте күшті, бірақ бәрі стресстен, депрессиядан, сосын жаңағыдай антидепрессант ішіп жүретін бейшара халінен құтыла алмай қалды дейді. Неге деген кезде жауап белгілі, адамның жаңағы адам болмысының мәңгілік болмысы, енді уәжибул вуджуд дейді, дінде мәңгі бар болып тұра беретін болмыспен байланысатын қыры бітелді. Енді оны қайттан қазақы тәрбиеге қайтуға тура келеді, болмаса бұның жағдайы қиын. Негізі сонда қазіргі жалпы осы жастар арасында болып отқан проблемалардың негізгі қуыс кеуделік және қазақи тәрбиенің аздығынан десең жақсы, ол мүлдем жоқ болып кетті. Ол енді өзің ойлай берсеңші, енді 6 жасар, 7 жасар баласының қолына бірден смартфон береді, тағын ағылшынша мультфильм қойып береді, құлағы үйрене берсін, тіл шыға берсін деп. Енді ол өзінің ана тілінің құнары арқылы келетін қазақша тәрбиенің бәрін тамырын бірден қырқып тастағаннан кейін ол бала қуыс кеуде өсетін белгілі. Енді бұны аналогия деген болады да. Аналогия деген салыстыру. Бұл салыстыруды беріп отырған Виктор Франклдың өзі. Мысалға бидет. Үйдің ұрасына түсетін болсаң, ол ұрада не жоқ? Ол жерде жыланның да ұясы, өрде кіріп шешенде кетіп баратыр, өрде қоңыздың 99 түрі жүр, өрде таракандар да жүр, өрде есек құрт та жүр, өрде микробтың 99 атасы, туберкулездің таяқшалары дейсің бе, бәрі сол күннің сәулесі түспейтін жерге тас қараңға жиналып адамдардың бәрі. Енді сен олардың бәрімен күрескен кезінде ұрада насекомдармен әрқайсысына жеке сен дәрулеп тауып, әрқайсының басына барып сен оны дихлофос шашып жүрмейсің. Егер соның бәрін бірақ жоям дейтін болсаң, ана погребтің төбесін, ұраның төбесін ашып, күннің сәулесін жарығын түсіретін болсаң, ол жарты сағаттан кейін біреу қалмайды, бәрі қашып кетеді. Бәрі қурап, жоқ болып кетеді. Дәл сол сияқты, сен санамалап отырған ажырасу дейсің ба, құмарлық дейсің ба, ойынға кіріп ақша шашу дейсің ба, казино дейсің ба, әйелін ұру дейсің ба, тағы не бар шатақ дінге кіріп фанатик болып кету дейсің ба, бәрі осының бәрі сол қараңғы күннің сәулесі түспейтін ұрада быж қайнап жатқан құрт құмырсқа сияқты, есек құрттар сияқты адамның рухани құндылықтар берілмей қалған қуыс кеудесінде быж етіп олар өсіп өне береді сол жерде. Ол біресе қатын сабағыш болып шығады, ол біресе мал шашқыш болып шығады, біресе казино болып шығады, біресе автомат болып шығады, біресе ол діни фанатик болып шығады, әртүрлі формада көрініс бере береді. Сондықтан қазақша не дейді? Күннің сәулесі түспеген жерге сөздің сәулесі түседі дейді. Сосын оған сен тек жаңағыдай ішкі қуаты, тәңірлік әлеммен жалғасып жатқан тірі сөздердің қуатымен емдейсің оны, даналық сөздермен. Сол үшін біз қазақша мақал мәтелдерге жүгінеміз. Сол үшін сен би шешендердің сөзін жаттайсың. Сол үшін сен пайғамбарлардың өнегелі өсиетін алып келесің. Сол үшін сен Құраннан Құдайдың сөзі деп мықты аяттарды жаттайсың. Онда да ол инна фи залика ла зикр лиман кана лаху қалбун дейді. Бұл
мына Құранның ішіндегі құдіреттің бәрі кімнің таза жүрегі болса, ол соларға нәсіп болады деген сияқты. Онда да осы құдірет сөздердің бәрін таза ниетті, таза пейілді, таза жүректі адам айтса, жаңағы жан ашып, сонда ол сөз анаған әсер етеді. Сонда ананың қуыс кеуденің ішіндегі быж-быж қайнап отқан микробтың бәрі өледі ана жерден. Ал енді бұл кәдімгі классикаға, қазақы тәрбие дегенде мен рухани тәрбиені айтып отырмын. Жаңағы 5 жылдан бастап алып келетін жаңағы қуырмаш, санамақ, тақпақ, оның ішінде ең қою құнарлысы негізі діни қиссалар болып есептеледі. Енді сен Түркістанның баласысың. Түркістанның баласы болсаң, осы ескі қарттардың әңгімесін тыңдап, осы маңайдағы жаңағы Әбу Бәкір Қары деген сияқты кісілердің әңгімесін еститін болсаң, олардың бәрі отырған жерінде бос сөз, бос әңгіме айтпайды. Оны әмір мағруфтан сөйлеу деп айтады жаңағыдай. Құранның аятынан алып отыр ғой жаңа. Жақсылыққа шақырыңдар да жамандықтан тыйыңдар деген сөз ұстау деген. Олар отырған жерлерінде дүниенің әңгімесіне 5-10 минут араласады. Мал жан аман ба, қалайсыңдар, жаңағы көшіп қонып отырсыңдар ма деген сияқты. Сосын 5-10 минуттан кейін болып сөйлемейді олар. Олар ішіндегі сөздің қуатын ұстап отырады ана жерден. Сөйлейтін болса, тек қана әмір мағруфтан сөйлейді. Діни қиссалардан жібереді әңгімені. Сол кезде сол дастарханның басында отырған адамдардың бәрінің көкіректеріне сөздің сәулесі түседі да, микробтың бәрі өліп қалады рухани. Сосын адамдардың бәрі көкіректері толып рухани құндылыққа. Сосын олар жүрген жерлерінде өте сондай өздерінің бақылау несі күшейеді. Сондықтан бұрынғы ишандар, қожалар, әулиелер, бір мықты тақуа молдалар отырған жерде адамдардың мықты болатын себебі сол. Енді біздің заманда сөздің қадірі кетті. Сөздің құрамындағы адамға бір тірлік қасиет дарытатын киені бәрі ұшып кетті. Адамдар ол жастардың надан-ақ байқай бересің. Мысалы, сен КВН деп жүрсің ғой. КВНдерді барып көретін болсаң, мынандай әзіл, қалжыңға айналдыруға болмайтын сакральный деп айтады. Киелі ұғымдардың бәрін сахнаға шығарып алатындағыны жас балдар мазақтап ойнай береді. Абайды кекетіп атады, Шәкәрімді кекетіп атады. Мысалы, әртүрлі әзіл қалжыңға қазақтың мақал мәтелдерінің бәрін алып, тонын теріс айландырып ойнап атады. Ол сахнада халық күлгеніне ыржалақтап 1-2 сағат көңілді ойын сауық кеш өткізгеніне мәз. Ал сол сәтте олар бірақ өздерінің негізі олар радиация алып отыр деп айтуға болады, рухани. Олардың көкіректерінде қоңыз үңірейген үстіне үңірейе береді. Олардың көкірегіндегі әртүрлі зинақорлық дейсің ба, мал шашулық дейсің ба, лудомания дейсің ба, сондай әртүрлі рухани аурулардың бәрі ол қуат алады, ол асқынады сосын. Сондықтан енді бір шетінен енді оны сен тоқтата алмайсың, оны барып ешқайсысына сен мораль айтып болмаса заңмен тыйым сала алмайсың. Оны тек қана бір-ақ жолмен ұрпақ ауысу керек. Жас ата-аналар болды, осы жерден тоқтау керек негізінде. Біз енді қазір қолда тәрбиеге көнетін буынның көкірегіне бұрынғы ата-бабаларымыз тұрақты өмірлерінде қолданған рухани құнды құнарлы әңгімелердің бәрін қайтадан үйретеміз деп салады. Енді бұны қайдан аламыз? Бұны қайдан енді мен жинаймын деп паникаға салудың қажеті жоқ. 2 күн бұрын ойлаған, 1 күн бұрын болжайды деп, біз бұл мәселені бәрін 10 жыл бұрын қозғап, 10 жыл бұрын білетін едік, біз 20 жыл бұрын білетін тұғыз әңгіменің осындай екен. Енді ғылыми негіздеуге біраз уақыт кетіп қалды. Сондықтан отбасында 30 сабақ деген кітап сол үшін шығарылған. Отбасында 30 сабақ деген кітап кәдімгі қазақы тәрбиені қалай беру керек, құнарлы әңгімені қалай құю керек. Одан бөлек бұл енді 5-ші класстан жоғары қарай берілетін нәрсесі. Ал енді туғаннан бастап, ішіме бала біткеннен бастап осы аурулардың бәрін алдын алам дейтін болса, онда әлдиден эпсқа дейін деген кітап. Ал енді ол әлдиден эпсқа дейін сен 6 жасына шейін алып келеді деп есептейтін болсақ, одан кейін баланың бойында дүниеге қатысты мынау субъект пен объекттің қарым-қатынасын орнайтын жері бар. Яғни субъект деген бұл не деген сұрақты қоюшы, объект деген мені тап, не үшін жаратылғам деп сұрақ қойып тұрған сырттағы заттың нәрсе. Осы екеуінің арасында байланыс орнаған кезінде анау нағы ондай, анау нағы бұндай, көкен ағы үйтіп болмайды, көкен ағы күн ағы маяқтан шығады, күн ағы батыстан батады, күн ағы қызарып шығады, күн ағы қызарып батады деген сияқты сұрақтарды көбейтеді. Осындай сұрақ қаптаған кезінде ана баланың көкірегінде қуыстың бәрін бітеу үшін сұрақтардың бәріне сен осындай рухани құнары нәрі бар жауаптар беруің керек. Классика деген осы. Онда ол үшін салт дәстүр сөйлейді деген кітапты және шығарып қойдық. Ал енді жасым біразға барды, бол еді, мен сөз ұстайын, отырған жерінде баяғы шалдар сияқты әмір мағруфтан сөйлейін, тек пайғамбарлар қиссасынан жіберейін дейтін болса, онда Қиссасул Анбия деген кітап тағы шығарып қойдық былтыр. Бұл енді 2022 жылы апрельде шықты мысалға.
міне одан бері биыл апрельде 2 жыл болады. 2 жылдың ішінде кітап бір 10 мың тираждай сатылды ғой деп ойлаймын. Сондықтан ол сен лудоманиямен күресем, мен ажырасумен күресем, мен әйел саубайымен күресем деп әрқайсымен жеке күресетін болсаң, күшіңнің бәрі сарқылып, тіліңнің бәрі салақтап, сен өзің ақырында көңілің қалып, ешқандай нәтиже шығара алмағаннан кейін қолың бір сілтейсің дағы өзің кетесің жайыңа. Сондықтан сондай көңілің қалып, қолыңды бір сілтемес үшін, нәтиже алу үшін, сен бірінші қазақтың бұрынғы өлікті тірілтіп жіберетіндей құдірет сөздерінің бәрін жаттайсың, оның бәрін үйренесің. Бос сөз, бос әңгіме, бұралық сөздің бәрін лақтырасың ана жерден. Бұрыннан қазақтар жақсы айтқан, 3 арсыз бар, ұйқы арсыз, тамақ арсыз, күлкі арсыз деп. Сол сені жөн жосықсыз ыржалаңдатып күлдіре беретін нәрселердің бәріне сен бойыңды аулақ салуың керек. Сонда ғана, сол кезде ғана сенің сөзіңе бір қасиет дариды. Сонда ғана сенің жүрегіңе бірдеңе орнығады. Сондықтан қалған енді өзің сөйтіп оқып, дамытып, толтырып кете бересің, негізін алып алсаң. Сосын жаңа қос кеуде дедіңіз ғой, жастардың арасында өзінің жолын таппай, мамандық таңдаудан шатасып жатады біреулер. Біреулер жасы 30-40-ға келген кезде көңілсіз болып, мен мамандықтан да қателесім, жар таңдаудан қателесім деп өз-өзін кінәлап жатады да. Мен де мамандық таңдаудан қателескен адамдардың бірін, бірақ 30-ға келгеннен кейін өзімді қолға алып, былай мынандай нәрсе жасауға болады, мынандай дүние жасауға болады, өзім бір жолымды тауып келе жатырмын да. Сол жастардың мамандық таңдаудан, өзінің өмірлік орнын табудан қателесудің себептері жаңа сол қуыс кеуделікке бара ма, әлде жаңағы ең бастысы рухани тәрбиенің жоқтығынан бастала ма? Ол сол туралы да бір. Енді мысалға былай айлайықшы, осы профориентация деп айтады ғой, міне сен айтып отқан жаңында. Ойбай, мектептен жаңа мен бұларға бірден мамандық таңдауды үйретіп жүретін болсам, бұл бірден бақытты болып кетеді деп. Мен енді бұл идеяларға белгілі бір дәрежеде ғана сенемін дағы, толық сенбеймін. Белгілі бір дәрежеде сенетін себебім, шынымен де адамның бойында бір өнерге бейімділік бар. Шынымен де ол өзінің сол бейімділігін табатын болса, шынымен де өмірде өзінің орнын тауып бақытты болып кететін ықтималдық жоғары. Бірақ жартылай сенбеймін деп айтатын себебім, сол өзінің өмірде орнын тауып, нағыз артист болып шыққан, нағыз сол рөлді сомдаған, болмаса нағыз сол әнді нәшініне келіп орындаған, болды, мына өзінің жаңағы бейіміне қарай жығылды бұл енді. Нағыз өзінің бойында бар қасиетін, Құдайдың берген бір өнерін орнына қолданды деген адамдардың өмірі де бақытсыз болып бітіп жатады ән жерде. Соған қарайсындағыны негізгі мәселе шешілмей қалды деп есептейсің. Сондықтан ол не? Ол егер сен шәкәрімді жақсы оқыдың деп отырсың ғой, онда бұның жауабын шәкәрімнен табасың. Оны адамдық борыш деп айтады. Яғни бұны to be деген болады ағылшынша. To be деген болу, бар болып тұрған сәті. Енді ought to be болмаса must be деп айтады. Ought to be деген сөз, сен қандай болуға тиіс едің деген сұрақ. Яғни, мысалға, сен атың Дархан ғой? Дархан, мұны қазір менің алдымда отырған Дархан. Мұны сен to be болып тұрсың. Ал ought to be деген сөз, сен негізінде қандай адам болуың керек еді. Егер мен сені қазір қандай адам болу керек деген мәселені шешетін болсам, Түркістандағы Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауидің фонына қойып қойып, әулиенің қасында сен кімсің дейтін болсам, сен кішірейіп көрінбей қаласың бұл жерде. Сосын тұрады айтады, көрдің бе, сен негізі андай адам болуың керек еді. Сондай адамға қарай тартылуың, солар тартылған идеалға қарай тартылсаң ғой, сен де осының біраз жеріне баратын едің деп. А сен қазіргі жағдайыңа мәз болып, бұлданып тұра беретін болсаң, онда уақыт өте келе сен 100 жерден жаңа мамандығымды таптым десең де шөге бастайсың ана жерден. Сондықтан адамдық борыш деген мәселе бәрібір бірінші орынға шығады. Яғни қайтсем мына қоғамдағы жайлап баратқан надандықты, қоғамға тамырын жая бастаған надан идеяларды қайтсем талқандап тастаймын деген ауру дерт пайда болу керек сенде. Көрдің бе? Бірақ енді оны сен талқандап тастау үшін, ол надандықты, қараңғылықты жою үшін саған сәуле керек, жарық керек. Бірақ ол жарықты сен ала алмайсың. Себебі ол жарықтың отаны нұр, ол абсолюттік болмыста жатады. Бірақ енді оны алу үшін саған жаңағы сенім керек, тақуалық керек, оның рухани ілімнің амалдары, ғылымы керек болып қалады. Сондықтан шәкәрім өте жақсы айтады. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айныма, арсақта оны біл, талаптан да ғылым мен өнер үйрен, өнерсіз білімсіз болады ғылым тұл деп көрдің. Қара, өнерсіз білімсіз болады ғылым тұл, бірақ арсақта оны біл деп. Егер осы сен үйренген профориентация, мамандығыңды таптың делік, сен сәтімен үйлендің делік, сүйген қызыңмен қол ұстасып қосылдың делік, ардан тайдың ба? Ар ұят деген нәрсе сып етіп қолынан шығып кетті ме? Қазір ар ұят кімге керек дейсің? Елдің бәрі осындай болып жатыр ғой деген жаққа қарап аяғың тайып кетті ме? Сенің таңдаған мамандығың да,
оқыған оқуың да және оны сен қандай профессионал деңгейде меңгерсең де қандай көрікті әдепті қазақы тәрбие алған текті семьяның қызына үйленсең де өзің саналы түрде ар ұят позициясынан табаның тайғаннан кейін болды, саған перспектива жоқ, сен кетесің ананың астына. Ал егер ар ұятқа бекем болып адамдық борышты арқалаймын деген адам кез келген мамандықпен қоршауды бұзып шығып кете береді. Енді мысалға қара, осы ойбай мамандығың дұрыс таңда деген 20 ғасырда пайда болған нәрсе. Осы ойбай мамандық таңдауды үйретемін деген жаңағы профориентация бергіштердің пайда болғаны бір осы 10 жыл шығар деп ойлаймын мен енді. Ал енді сен қазақтың тарихындағы тұлғалардың өмірін қарашы. Олар мысалы Темірбек жүргенің болсын, кешегі өзің таңғалып ақ деп отырған Өзбекәлі Жәнібек болсын. Солар кішкентай кезінде мен мемлекет қайраткері болып, мен Тайқазанды қайтарамын деп бала кезінде мақсат қойып, ол мамандығын соған қарап отырмайды. Олар адамгершілік арқалайды. Ар ұят, ар намыстегі бекем болады. Болды, сол ар ұят, ар намыс олар жетектеген кезде қай салаға салсаң да бұзып, кесіп, жарып, алмас қылыш қын түбінде жатпайды дегенде бәрі кесіп шығып кете береді аналар. Ешқайсысы олардың да бір нақты бір мамандыққа бейімделмейді. Олар адамдық борыш арқалайды. Елді, халықты қараңғылықтан, надандықтан құтқарып, мен өзімнің артында тұрған халықты өрге қарай, өркениеттің жарығына қарай сүйреймін деген жауапкершілікті арқалайды. Осы жауапкершілікті ар ұятпен қосып арқалаған кезінде бітті, бәрін қирата береді. Сондықтан мен бұл ар ұят мәселесін, жауапкершілік мәселесін ар алдында, Құдай алдында жауапкершілік арқалауды үйрету керек дейтін тема қозғалмайтын жерде тек мамандықты таңдауды үйретемін дейтін әңгіме жүріп жатқан кезде ондай әңгімеге қатыспайтын себебім сол. Не істейсің ол жерде, бәрі перспектива жоқ. Ол қандай мамандық үйретсең де ол ар ұяттан тайғаннан кейін бәрі түбі фундаменті шіріп, бәрі құлап қалады. Мысалға бізге мысалы қаншама адамдар хабарласады, мен жасым 40-қа келді, 45-ке келді, өмірімнің бәрі күл талқан болды деп. Әйтпесе сол сөйлесіп отырған адамдардың кішкентай кезінде таланты ерте байқалған, әке-шешесі жетектеп оны сол үйірмеге берген, сосын кәдімгі таңдап жүріп бір сұлуды алған, әйелінің үстінен ешқандай шағым айта алмайды, медальдің бәрін таққан, сыңғырлатып, үкіметтен үй алған. Не енді содан мысалға, ал жасы 45-ке келді, 40-қа келді, өмір тоқтатты қалды. Ар-ожданнан бөлек шығып кетті. Иә, бөлек шығып кетті. Себебі енді оны шыны керек, Қазақстанда соңғы 20 жылда мынау коррупция заманы басталды ғой, ескі заманда бәрі қолынан келсе қоншыңнан баста ұрла, жырла, тона, үз әтәсін іледі. Жаңағы мемлекеттің ақшасы таусылмайды, ұрлай бер деген. Осы конформизм деп айтады, осы яғни тобырдың ығына жығылып, жалғыз мен емес бәрі сөйтіп жатыр ғой деп, сол жаңағы тобырдың ығына қарай жығылып кеттің ба? Болды, сен сүйерді ұйыққа тартып кетеді ана жерден. Сондықтан бұл әңгімелердің бәрін түбінен шешкіміз келетін болса, онда біз бәрібір ар ұят деген не? Алланың алдында, ар ұяттың алдында, қоғамның алдында қорықпай жауапкершілік арқалау деген не? Деген тақырыпты қозғай беруіміз керек. Яғни ол тақырыптан шықпауымыз керек. Яғни оны сен құр қаужап отыра бермейсің. Ол тақырыпты біраз шайнап болғаннан кейін, қаужап болғаннан кейін, соның үлгісін өзің көрсетесің, сен шығасың сол жерге. Ал егер сен мен осы тақырыпты қозғадым Санжармен бірге, маған ырза шығарсыңдар. Мен өзімнің адамдық борышымды осымен өтедім, айналайындар. Міне, сөйлетіп бердім бе, сөйлетіп бердім. Енді қалған істе мен емес, сендер шаруаларың дейтін болса, сенің өзіңе де қауіп төнеді. Мына әңгімені бір шетінен естігеніңе мені шақырып сұхбат алған жаңа қуанып отырдың ғой. Енді бір шетінен өкініп те қаласың, нем бар еді, мынаны шақырып қарашы, менің үстіме 10 тонна жүк үйіп кетті деген сияқты. Сондықтан біз жаңағыдай әртүрлі проблемаға шатылған адамдардың бәрімен сөйлескен кезде, сен оны ғана шиеленісіп, мақтасып қалған 20-25 жыл оратылып қалған проблемасын бәрін тарқатып түбіне дейін жете алмайсың сен оны. Ол мүмкін емес, әр адаммен сен алса алмайсың сен. Сондықтан оны не істейді? Жақсы, мына проблемаң, сенің жеке проблемаң, бақытсыздығың болып тұрсын. Бұл да бір сенің бір жаңағы өмірден алған бір жаңағы көрген түйгенің болсын. Бірақ осының жанына қазір мен саған бір үлкен бір проблеманы жүктеймін. Қоғам алдында осымен күресесің деп, таудай проблеманы мойны жүктеп жүрген кезде, оның бұрынғы проблемаларын бар, майда шүйде болып, әшейін ұсақ түйек болып көрінбей қалу керек. Жойылып кетпейді. Бірақ мына арқалаған үлкен таудай жауапкершілігінің фонында анау ұсақ түйек болып қалады да, мән бермей қою керек. Сондықтан Скоттбек дұрыс айтады, психиатрдың бөлмесіне кірген кезде бәрі проблемадан арылам деп ойлайды дейді. Оны шешілмейді проблемасы дейді. Қаяқта адамдар өліп қалған, ол біреулерді ол өлтіріп қалған, біреудің көңілі қалған, ол көңілі қалған адамы басқа қалаға елге көшіп кеткен, мысалы оны барып онымен сен кешірім сұрасып, бәрімен бақылдасып отыра алмайсың. Сен адамдар тарыдай шашырап әлемнің әр бұрышына кетіп қалады. Естисің дейді. Өкініп айтарын айтып болғаннан кейін негізгі арқалайтын
міндетің мынау еді дейсің дағы адамдық борыш саласында мойнына таудай жауапкершілікті ілген кезде ана езіліп кете жаздау керек дейді. Сосын оху мына проблеманы қалай еңсереміз деп аспанға қараған кезде бұрынғы айтып жүрген майда шүйде әңгімесінің бәрі пішт болып көрінбей қалу керек. Сондықтан жалпы логотерапия болсын, осы экзистенциализмнің осы тарапы болсын, жауапкершілік, мынау ар, ұят деген тақырыпты көбірек қозғайтын адамдардың бәрі осы бір позицияда тұрады. Осы негізгі мәселені шешпейінше кейінгі мәселені талқылаудың мәнісі жоқ деп есептейді. Жалпы жастардың былай қалыптасуына ұстаздың да әсері бар ма негізі? Қай ұстаз? Мектептегі ұстаз болсын, әкесі ұстаз болып бір жектектейтін, сүйрейтін адам. Мәселен, мені мектепте оқып жүрген кезде бізде Түркістан тарихы дейтін сабақ болады. Сода Сәргелова Сәуле деген апайым бар, ол кісі осы Түркістанда тұрады. Сол кісі өзі Түркістан тарихын сабақ береді, өзі 0,5 тапқан сол кезде ше. Сол Түркістан тарихын айтады жартысында. Жартысында жаңағы қисса әңгімелерге кетеді. Хикметтерді айтады, Яссауидің, Қожа Ахмет Яссауидің. Соның бәрін мен аузым ұйып, жаңағы ұйып тұрып тыңдайтын сол апайдың ше. Сол апайдың әйтеуір берген білімі, сол апайдың арқасында мен жаңағы Яссауидан қатыстым. Шәкәрімнің байқауларына қатыстым. Жалпы бір сол кісінің менің өмірде сәл білім алуымна, сәл жан-жақты бір рухани бір білімді алуға бір көмектесті деп ойлаймын. Өйткені көзімді ашқан сол кісі болды. Сол сияқты кез келген бір жастарда осындай бір ұстаздың болуы маңызды деп ойлаймын өйткені. Мен де маңызды деп ойлаймын. Жол сілтеуге көмектеседі. Не үшін мұғалім деп айтамыз оларды? Нағып ұстаз дейміз оларды. Нағып оларды мұғалім, ұстаздар қоғамдағы ең ардақты, ең қадірлі мамандық иесі деп айтамыз. Адамдардың қалыптасуына тікелей ықпалдасатын, адамдардың, оқушылардың көзін ашатын, үлкен өмірге жөн сілтеп жолға салып жіберетін мамандық иелері болғандықтан да біз оларды жандай құрмет тұтатын себебіміз сол. Сондықтан енді біз қазір мектеп мұғалімдері мысалы бұрынғыдай жөн сілтей алмай жатыр деген сұрақ туатын болса, оған сен Қазақстанның мына жемқорлыққа, мына тас төбесіне шейін батып кеткен білім саласын айыптай берсең болады. Себебі ескі Қазақстанда профессионал мамандардың бәрін білім саласына қатысты бәрін қудалады, бәрін кетірді жұмыстан мысалға. Оны бәрі біледі. Аблонада қандай былықтар болды, Гаронада қандай былықтар болды, районада қандай былықтар болды. Осылайша олардың бәрін ығыстырып, ең соңында ол жаңағы дарынсыз, қабілетсіз, жаңағы көкесінің звоногымен келіп отырған школ директорлардың бәрі жаңағы өзінің айтқанына көнетін, айдағанына жүретін, жаңағы оның кез келген талабын жаңағы қарсылықсыз орындай беретін табансыз, бейшара, жігерсіз мұғалім деп айтуға ешқандай да лайық емес адамдарды ол командасына жинап алды. Соның кесірінен бұл Қазақстандағы білім саласы шөкті. Былай қарап тұрсаң, осының өзін түбін қуалай беретін болсаң, ол жоғарыда отырған білім министрлігінен бастап адамдардың халық алдында, ар алдында, Құдай алдында ешқандай жауапкершілік арқаламай, тек қана білім саласына бөлінген ақшаны жөн жосықсыз тонай беру керек. Осы дүниеде қолымыздан келіп тұр, қонышымыздан бас аяқтағына доллар шайнап, теңге түкіріп, рахаттанып өтейік деген бейшара түсінігінен шыққан жоқ баяндау. Бұл айналып келіп өзінің басын жұтайын деп отыр. Сондықтан біз теманы сен қай тараптан келіп түссең де, біз бәрі ең соңында ар ұят оянып, Құдайдың алдында осы қараңғылыққа қарсы майдан ашамын деп қорықпай бел шешіп кірісіп, жауапкершілік арқалап тұру керек бір позицияда деген точкасына қайтып келесің. Осы тақырыпты біз қаужай беруіміз керек. Және соны өзінің өмірінде үлгі болып көрсеткен тұлғалар бар емес пе, жаңағы кешегі айтып отырған Бейсен Құранбек дейтін мысалға. Бейсен де сондай адам, ар ұятына өте бекем болған кісі, бұл надандыққа қарсы майдан ашқан адам. Енді ол әлбетте ол телевидение істетті, мүмкіндігі ол билік адам емес қой, қолында биліктің рычагы болған жоқ. Ол енді аздау ықпал етті мысалға, бірақ кітаппен жақсы өзгертіп жатыр қоғамды. Ал қолында нақты биліктің рычагы болып, оны да пайдаланған, өзінің де ішкі потенциалын соған жағып жүрген ол Өзбекәлі Жәнібек. Қалай мысалға мемлекет алдында жауапкершілік, халық алдында жауапкершілік арқалау деген, мысалы өзінің жеке басында бала шағасына ешқандай да артық нығметтер бермейді, бірақ халықтың көзінің ашылуына қатты еңбек етеді мысалға. Сондықтан біз енді мектептегі жастарға қайттан ықпал етеміз дейтін болса, онда Өзбекәлі Жәнібек сияқты, Бейсен Құранбек сияқты, тағы да біз болашақта енді осындай ағартушылықпен айналысқан тұлғалардың өмірін өрнектеп жазамыз деп отырмыз, өнеге қылып. Осыларды насихаттау бір сәтке де тоқтамау керек. Мен саған тіпті ұсынысты айтамын. Қолыңнан келе ме? Мына подкастыңды пайдаландағыны, өзіңнің көрермендеріңді Өзбекәлі Жәнібектің кітабын оқуға насихатта, қызық жерлерін үнемі үзінді оқып беріп отыр. Жүрген жерлеріңде одан конкурс ұйымдастырыр.
білім саласына қатысты бар адамдардың бәріне мынаны мектебіңізге кіргізіңіз деп сен айтуың керексің. Неғұрлым осы өмірде осындай жауапкершілік арқалап, қоғамдағы надандықты талқандап, қараңғылықтың көгіне өрмелеп шығып күн болған адамдардың бәрін сен өмірін насихаттап, солардың дертін кейінгі ұрпаққа жұқтырсаң, бағанағы екеуміздің сұхбатымызға себеп болған ең басындағы сен санамалап шыққан рухани аурулардың бәрі қайттан өзінің табиғи шкаласына түседі. Енді қазірде енді 10-ның 8 емес, өзі 100-дің 1 ауыратын болады. Күресу оңай болады. Рахмет жауабыңызға. Сосын қазіргі таңда жастар арасында мынандай термин пайда болды. Қандай? Араб құлдар деген. Мен өзім дін туралы тақырыпты жиі қатты қозғай бермеймін. Өйткені дін туралы тақырыпты кез келген адаммен де қозғай бермеймін ше. Бір досыммен болсын, бір танысыммен болсын, көршіммен болсын, мен дін туралы жөнінде сөйлеспеймін. Өйткені мен дін туралы қозғау менің білімім жетпейді. Өйткені менің білімім жетпегендіктен артық әңгіме айтпаймын да. Қазір әлеуметтік желіде де интернетте неше түрлі иман жастарды көресің, неше түрлі уағыз айтып жатқан жастарды көресің. Араб құлдар дейді, хиджаб дейді, дінге фанатик болып кеткен жастар бар да. Енді осы жастардың да дінге қатты фанатик болып, жаңағы қазақи ислам дінінен алыстап кетуіне де себепкер болып жатқан жаңағы қуыс кеудешілік па? Иә, солай деп айтуға болады. Себебі біз арабтың ислам, енді мен бөліп жатқан шығармын, енді арабтардың өзі ұстанып жатқан мұсылман діні, исламы қазақтардікі екеуміз басқа. Өйткені арабтар олар шай ішіп отырып дастарханнан аттап кете беретін халық қой, ол дәстүрге қарамайды, салт дәстүрге нанның үстінен аттап кете береді. Ал бізде қазақта бірінші кезекте дастарханға нанды қойған, содан кейін басқа тағамдарды қойған ғой. Дастарханда да андай дәстүрлер, ғұрыптарымыз бар. Арабтарда ондай жоқ. Сөйтіп халық біздегілер жаңа араб құл болуға ұмтылады. Сондай ұзын нәрсе киіп алуға тырысады жастар. Соның барлығы жаңа қуыс кеуделік қой, түбі, тамыры. Иә, енді солай деп айтсаң да болады. Себебі мынау өзіңнің мәдениетіңнің, өзіңнің руханиятыңның, өзіңнің тарихыңның қалтарыс қуыстарда болған оқиғалардың бәрін қорытып, одан бір шындықтар шығарып, оны бір жаңағыдай бір мәндік мағыналық тізбекке алып келіп, одан бір жаңа нәтиже шығарып, үнемі бір жаңа өнім беріп отыру деген ол үлкен ауыр жұмыс та мысалға. Ал енді оның орнына келіп саған сен қайтесің, ол өткен тарихтың бәрі адасқан, шатасқан, бәрі ол жаңағыдай тұрмайтын нәрсе. Оның орнына 5 уақыт намаз оқыды, жұма намазға бардым, маған садақа берсең, ақиретіңде бұл дүниеңде түгел болады десе, ана жеп-жеңіл болып шыға келеді да. Иә, сондықтан жаңағы мойнына жүктеліп тұрған ауыр жүкті лақтырып тастаудың бұл бір енді оңай жолы ғой енді. Сондықтан ол қуыс кеуде деген ол жерде де мысалға көрініп тұрады. Ал енді сен айтып отырған жаңағы араб құл деп отырған нәрсеңнің өзі енді ол не үшін реакция беріп жатыр? Себебі мына имплант деген болады да. Мысалы қазір сенің бір бүйрегің я бір бауырың жарамай қалатын болса, басқа бір адамның бауыры саған сәйкес келіп қалып, саған салатын болса, сенің денеңдегі иммун жүйесі оған қарсыласады. Яғни мынау менің денем емес, менің органым емес, құртыңдар мынаны деп. Ол сәйкес келіп жұмыс істеп тұрса да тепкілей береді бәрібір. Сосын саған қандай препарат береді? Өзіңнің иммун жүйеңді тұншықтыратын дәрі береді. Сен иммун системасын күшейтудің орнына сен әлсіретуге жұмыс істейсің. Препараттың бәрін сол үшін ішесің. Дәл сол сияқты мына қазақ қоғамында сырттан импортталынған, имплант жасалынған, алып келіп қазақтық емес бұл топырақта өсіп өнбеген мәдени жаңағыдай элементтерді әкеліп қадаған кезде мына қазақтың қоғамының оны құсатын себебі сол, жаңағы керіп теуіп тастайтын себебі сол, араб құл анау мынау деп. Көрдің ба? Ол бұл топырақта өсіп өнбеген, тамырын осы жердің тарихынан терең тартып, осы мәдениетімен өзі бір ұштасып тұрмағаннан кейін жаңа өнім беруге де қабілетсіз ол мысалға. Ол жаңа жыр өндіре алмайды, жаңа бір әдеби шедевр шығара алмайды мысалға. Елді бір эпикалық санасын бәрін оятып жіберетін Қыз жібек сияқты. Ол фильм түсіре алмайды мысалға. Бәрі бір идеологияға негізделген бір шалапыла бірдеңе шығарып тастайды мысалға. Сондықтан оларды араб құл деп айыптайтын бір себебі сол. Енді мұны да сен түбін түртетін болсаң, саясатқа барып тірелесің. Не үшін? Себебі осы теріс мәдениетті насихаттайтын шатақ діндердің бәрі ауа жайылып жатқан кезде оларға қой деп айтатын, соларды бақылауға тиісті, оларды жүгендеуге тиісті органдағы адамдардың бәрі сатылып кетті мысалға. Ұлттық мүдде сатылу деген неден шықты? Ол да қуыс кеуделіктен, имансыздықтан шықты. Яғни бұл дүниеден кейін дүние жоқ, өмір жоқ, өмір жалғаспайды, есеп қисап алынбайды. Сондықтан бұл дүниеде қолыңа билік тиді ма, жақсы сауда жүріп жатыр ма, саған осы ұлттық мүддені сатқаның үшін жақсы қомақты ақша төледі ма, неге оны алып қалмасқа? Ақыры дүние осымен бітетін болса, мына ақшаны деген үрім бұтағыңа дейін жететін осыны алып,
шашып төгіп шайқап рахаттанып өмір сүрмейміз ба деген ана имансыздық түсінік бәрін қиратып тынбай ма одан кейін. Сондықтан бұлардың бәрі бір опасыздықтан, отанға деген сүйіспеншіліктің жоқтығынан, қазақ халқының осыншама мәдениетіне, бай тарихына жаны ашымағандықтан шыққан дүние ғой. Ал енді одан кейінгі қуыс кеуде өзі мектепте я үйінде жарытып қазақы тәрбие алмаған, кішкентай кезінде көкірегі ұлттық құндылықпен андай бір қан өспеген адамға манипуляция жасау оп-оңай, өз көкірегі даңғырлап тұрған адамға келіп бергел деп, мен саған өмір сүрудің ең оңай жолын үйретейін ба, сен 5 уақыт намаз үйреніп ал да, жұма намаздан қалмай жамағаттың ішінде уағыз тыңдап отыра берсең, бәрі мынандай болады десең, ол адам қуана келіседі да оған. Сондықтан ал егер көкірегінде құндылығы бар, дерті бар адам, ол сені оңай жолын таңдамайды, ол ағысқа қарсы жүзеді. Ауыр жол таңдайды негізінде. Себебі адамның болмысы ішіндегі потенциалының бәрі қайғы қасіретпен, трагедиямен қорықпай ұстасып, кәдімгі жекпе-жек шыққан кезде ғана оның қабілетінің бәрі оянады, сыртына шығады. Енді қашып-пышып жаңағыдай ауырдың үстімен, жеңілдің астымен кетіп бара жатса, ол адам түктеу просто шіріп кетеді болды. Жаңа Санжар аға бір негізде естіп қалдым подкастыңызды Тимур аға берген. Кез келген қызға тұрмысқа шығар алдында жігіттен «Бейсен және болмыс» деген кітапты оқыдың ба деп сұра деп айттыңыз, иә? Енді ол да бір керемет ұсыныстардың бірі ғой. Бойдақ жігіттерге, бойдақ қыздарға бір айтар кеңесіңіз қандай? Енді өз басымен бойдақпын. Жас болса келіп жатыр 30-ға. Бір талаптар қандай? Негізгі «Бейсен және болмыстың» кітабындағы барлық айтылған дүниелер, мен ол кітапты осы қазан айында оқып шықтым. Фараб кітапханасына барып түгелдей өзіме қатты ұнады. Және ол туралы бір видео салып трендте жіберген болатын. Мына кітапты оқысаңдар бақытты боласыңдар, мынандай өзіме қысқа нұсқа. Қандай бір бойдақтарға айтар бір кеңесіңіз, неңіз бар өзі өмірде өткен практикаңыз бойынша? Енді өмірден өткен практикам бойынша біріншіден барлық бойдақтарға қатысты ортақ бір рецепт жоқ. Мынаны не қылсаң бәрі күшті болады деген сияқты. Олай ақыл айтудан сақтанамыз. Өте қауіпті. Бірақ мен енді өзімнің өмірден көрген, білген, жиған тәжірибемнен қарап тұрып бір нәрсені түйесін. Бұл бақытты болған отбасылардың бәрі өмірінің соңына дейін мына Құдай алдында жауапкершілік арқалаған адамдар шынымен де өте мықты болады екен. Еш нәрсеге мойымайтын. Енді бұны логотерапияда ultimate meaning деп айтады. Ultimate meaning деген ең ірі жауапкершілікті арқалау. Кәдімгідей осы отбасын ұстағандағы негізгі себебіміз біз дүниеге қуыс кеуде бала әкелмейміз. Біз үйленгенде ата-ана болғанда біздің мақсатымыз бізден туған ұрпақтың көкірегі міндетті түрде осындай рухани мәдени құндылыққа толып шығады деген, және соны қадағалаймын деген жауапкершілікті арқалаған қыз болсын, ұл болсын, бұл өмірде ұтылмайды екен. Қай жерден болсын бұзып шығып кете берді. Неше түрлі қиындықтар арасында біреулер сотталып та кетіп атты, жалалы болып, біреулер банкрот болып атты, біреулер үй өртеніп кетті, біреулер ДТП-ға түсіп, машинасы қирап қалып, денсаулығында біраз сыры берді, мысалға енді. Соның өзінде осындай Құдай алдында жауапкершілік арқалаған ұл да, қыз да кез келген проблеманы уақыт өте келе бәрі қиратып өтіп кетті. Тіпті мен жаңағыдай алып қашып кетіп сүймейтін адамына тұрмысқа шыққан қыздарды да көрдім. Бай қарағанда енді анандай ауыр жағдайды көргеннен кейін енді екі қолын төбесіне қойып ажырасып қашып кететін де жағдай. Бірақ бәрібір енді осыдан туса да бәрібір осы баланы мен бәрібір қуыс кеуде қылып өсірмеймін. Мен енді осы әкеден туған балдарды өзім тәрбиелеп, осылардың көкірегіне осындай бір қазақы тәрбие беремін деп жауапкершілік арқалаған әйелдер уақыт өте келе сол өзін алып қашқан ешқандай жауапкершілік арқаламайтын, қалай осылай жүретін, ішетін, шегетін жігіттердің өзін сол 40-45-тен кейін жеңіп, икемге келтіріп, соларды мәдениетке, өркениетке жалғап сүйреп алып кетті. Сондықтан жалпы ерлі-зайыптылардың да бақытты болуы деген сол Құдайдың алдындағы жауапкершілік арқалау деген нүктеге тіреледі екен. Өзімнің өмірден көрген білген тәжірибе. Бұл біреуге ұнамауы да мүмкін деген сияқты ғой енді. Ал енді мұнда ең ірі жаңағы ultimate meaning, өмірдің асыл мұраты деген мұратты көздемеді ма? Ең үлкен жауапкершілікті арқалауға бел шешіп, былай іштей дайын тұрмады ма? Онда олар өмірдің кез келген қиын сәтінде сынып кетуге, ажырасып кетуге, бірден екі жаққа тарап кетуге бейім тұрады екен.
Сондықтан жауапкершілік және тағы да жауапкершілік болады. Басқа жол жоқ. Рахмет Санжар аға бүгінгі жауабыңызға, бүгінгі подкастқа қатысып, ең қиын сұрақтарға жауап беріп, мәселесін шешуге көмектескеніңізге, және видео соңында осы жалпы оқырмандарыңызға, көрермендеріңізге алдағы болатын жаңалықтарыңыз туралы бөлісе кетсеңіз, және Мәдени Майдан кітабы ары қарай жалғасын, қашан шығады, тираждар қай уақытта, сатылымға қашан шығады, бір кішігірім жаңалықтар жасап жатқан жұмыстарыңызбен бір жоспарларыңызбен бөліссеңіз видео соңында. Жаңалық туралы айтпаймыз. Себебі болашаққа құрған жоспарыңды жұрттың алдында мақтанып алдын ала айтатын болсаң, ол жүзеге аспайтын өзі сонда табиғаттың заңы бар. Сондықтан біздің келесі жазатын жобалар, кітаптардың бәрі ол тек сюрприз болады. Жарқ етіп шыққан кезде бірақ естиді адамдар, оқы деп. Ал енді соңғы жаңалық осы Өзбек әлі және Мәдени Майдан айландырған 1,5 айда 11 мың тираж сатылып кетіп, ол типографиялар басып үлгере алмай қалды ақырында. Сөйтті дағыны олар біз жай заказ беріңдер, біз үлгере алмай жатырмыз деп шыңғырып жібергеннен кейін, оны жағы алып сатарлардың бәріне сатпай қойды, Каспийден алып тастады. Сондай тек қана жағы өздерінің базадан келіп алатын адамдарға ғана азғантай алып қалды. Бірақ енді жаңа жылдан кейін қайттан олар жаңағы 2 типография бар, басып шығарамыз деген. Сатылымға шығады. Иә, сатылымға қайттан шығу керек. Олай болатын болса, сіздің көрермендеріңіз Өзбек әлі және Мәдени Майданды және Бейсен және болмысты 2 кітапты қуыс кеудеден оқып алып, сол Өзбек әлінің дертімен ауырсын, Бейсен Құранбек сияқты соңғы демі соққанша ажалмен арпалысатын қайратты болсын, және қуыс кеудеден оқып, өзіне өзі диагноз қойып, өзіне өзі қуыс кеуделіктен емдей алатын дәреже тапсын. Басқа не дейміз енді? Жақсы. Рахмет Санжар аға. Үлкен сізге творчестволық табыс, үлкен туындыларыңыз, дүниелеріңіз жарыққа шыға берсін. Жақсы. Міне. Аман болыңыз. Жас келсе іске, кәрі келсе асқа деген. Біз енді қартайдық, біз асқа кеттік, сен іске кет. Жақсы? Рахмет. Жақсы. Жақсы. Сау болыңдар.